Әлемде тырнақшаның ішіндегі ақылды адамдардың неше түрлі ақымақ шешімдері бар. Сондай шешімдердің бірін мен Қызылорда қаласы Бәйтерек тұрғын ауданындағы міне бір ойын алаңынан көрдім. Міне мына жағы жол, мына жағы жол, мына жағы да жол. Жолдың бойына балалар ойын алаңын салып болған. Сондай тырнақшаның ішіндегі ақылды адамдар дәл осы ойын алаңын қандай оймен салды екен деймін да. Тым болмаса қоршалмаған, ашықтан ашық жатыр. Мына жерде көлік өтеді. Асфальттың төселмегенін айтпай ақ қояйын. Неше түрлі адам бар, қаншама неше түрлі мінезді көлік жүргізушісі бар. Мынау сондай ақылды адамдардың ойынша қауіпсіз ба? Екі бірдей скамейка қойып қойған. Мына жерде жаттығу құралдары, мынау ойын алаңы тұр. Қандай оймен, қандай ақылмен салдыңыздар бұны?